Қайырлы күн, құрметті менің сүйікті оқырмандарым. Біз бүгін өте әдемі, бөлмеміздің қай бұрышына қойсақ та ерекше сән мен әдемі көңіл күй сыйлайтын гүл жасаймыз. Ол үшін бізге өлшемі 4-7 см болатын гофре бумагасы керек. Оны тамшы және жүрек пішінді етіп кесіп аламыз. Міне біздің күлтелеріміз де дайын болды. 2 тамшы тәрізді және 1 жүрек тәрізді етіп қиып алып, үш-үштен біріктіріп 6 дана етіп жасадық. Одан кейін оны әдемілеп гүлдің пішініне келтіреміз. Яғни гүлдің күлтесінің пішініне келтіреміз. Ендігі кезекте 3 күлтені біріктіріп, жабыстырып аламыз. Бізге тағы да осындай 7 дана жай тамшы тәрізді күлте қажет. Оны да осындай формаға келтіріп дайындап қоямыз. Күлтелеріміз дайын болды. Енді гүлдің ортасын жасаймыз. Ол үшін бізге өзіміз әртүрлі қалаған түс таңдасақ болады. Мен қызыл сары түсті таңдадым. Оны әдемі бақшалма тәрізді етіп қиып аламыз. Және бізге ағаш ұзын таяқша керек. Ыстық кілеммен жақсылап тұрып жабыстырып аламыз осылай. Енді күлтелерді жинауды бастаймыз. Осылай алдымен бір-бірден жинап аламыз. Міне алғашқы 7 күлтемізді жинап болдық. Енді әрі қарай жаңағы біріктіріп жасалған күлтелерді жабыстырамыз.
Міне гүліміз де дайын болды. Ендігі кезек гүлдің астындағы жапырақшасында. Ол үшін осындай өлшемдегі қағазды алып үшбұрыштап кесеміз. Кесіп алғаннан кейін алдымен пішінін жасап алуды ұмытпаңыздар. Мен ұмытып кетіп, одан соң жазып тұрмын. Одан ары таяқшамен жақсылап тұрып, гүлді байланыстырып, жабыстырып шығамыз. Міне гүліміз де дайын болды. Бұл гүлді қалаған түсте, қалаған мөлшерде, қалаған көлеміңізде жасап алсаңыз болады. Ендеше лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз бұдан да әдемі дүниелерді жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.